Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Береке орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, педагог шебер Лангозова Гүлсім Бақдәулетовна. Авторлық бағдарламамның тақырыбы оқушылардың әңгімелеу дағдысын жетілдіру қарапайым сұрақтар әдісі. 3-ші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты қазақ тіл және әдебиет пәні бойынша қарапайымнан күрделі тақырыпты үйренуге баулу арқылы оқушылардың ана тілінде сауатты сөйлеуіне, қазақ тілінің құндылығын дәріптеуге, сыни ойлау жүйелерін жетілдіруге, танымдылық қабілетін арттыруға ықпал ету. Міндеттері: оқушылардың оқу дағдысын жақсарту, оқушылардың сыни ойлау қабілетін қалыптастыру, оқушылардың эмоциялық қажеттілігіне назар аударып, олардың жан-жақты даму үшін қолайлы ортаны құру, айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым дағдыларын дамыту, топпен бірлесіп жұмыс жасауды үйрету, оқушылардың өз ойын еркін айтуға машықтандыру, оқу процесінде заманауи технологиялар мен ресурстарды пайдалану, тілдің және отанның маңызын түсініп, тілге деген қызығушылықтарын қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі: қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың коммуникативті дағдыларын дамыту өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Әсіресе оқушылардың еркін әңгімелеу және пікірін білу дағдыларын жетілдіруге қажеттілігі туындап отыр. Оқушылардың әңгімелеу дағдыларының дамыту тек қана білім сапасын арттырумен шектелмейді, олардың өмірде өз орнын табуына, тұлғалық дамуына ықпал етеді. Осы мақсатта қарапайым сұрақтарды қою арқылы оқушылардың әңгімелеу дағдыларын жетілдіруге тиімді әдістерді зерттеу маңызды. Бағдарламаның жаңалығы: қазақ тіл әдебиет пәні бойынша оқушылардың редукциализм әдісі, яғни қарапайымнан күрделі бағытта тапсырмаларды қолдану арқылы әңгімелеу дағдыларын жетілдіру. Бұл бағдарлама оқушылардың жеке және академиялық дамуына көмектесу арқылы олар қазақ тілде қатесіз және еркін сөйлеуіне көмектесуге бағытталған. Бағдарлама қазақ тілі, орыс тілі, тарих және мәдени пәндермен тығыз байланыстырылған. Бұл оқушылардың қазақ тілінде тарихи және мәдени контекстерінде қолданылуға, түсінуге көмектеседі. Күтілетін нәтижелер: оқушылардың оқу дағдыларын жақсартуды, оқушылардың сыни ойлау қабілетін қалыптастыруды, оқушылардың эмоциялық қажеттілігіне назар аударады, олардың жан-жақты даму үшін қолайлы орын құрастырылады. Оқушылардың әңгімелеу дағдыларын жетілдіруге арналған қарапайым сұрақтардың тиімділігі анықталады. Оқушылардың сөйлеу белсенділігін арттыруы байқалады. Әңгімелеу дағдыларын жетілдіруге арналған жаңа әдістемелік ұсыныстар жасалады. Тілдің және отанның маңызын түсініп, тілге деген құрметі қалыптастырылады. Тұрақтылық бөлімде аптасына 1 рет 34 сағат. Бұл жерде бағдарламаның 5 ірі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі: менің отаным Қазақстан, ауылым алтын бесігім. Үшінші: адам бойындағы құндылықтар. Төртінші: бізді қоршаған әлем. Бесінші: мәдени мұра. Әр бөлімде қарапайым сұрақтар арқылы оқушыларды әңгімелеуге, пікірін білуге, өз көзқарасын айтуға бағытталған тапсырмалар жүйелігі ұсынылады. Тақырыптардың маңызын оқушылардың өмірлік тәжірибесінде жақын болғандықтан, олардың қызығушылығы мен белсенділігі артады. Бағдарламаның жүзеге асу барысында келесі әдістеме формаларының кеңінен қолданылады. Сұрақтарға жауап негізі, жұппен топпен жұмыс, ойын элементтері, мақал-мәтелдер, жұмбақтар арқылы тілін дамыту, визуализация және аудиоматериалдар жұмыстары, цифрлық платформалар қолданылады. Тиімді пайдаланылады. Бұл оқушылардың процесіне белсенді қатысуына және өз ойын еркін жеткізуге мүмкіндік береді. Әңгімелеу дағдысының негізгі сөздік қорын жеткілікті деңгейде дамуы, қарапайым сұрақ арқылы оқушылардың жаңа сөздермен танысып, олардың күнделікті өмірде қолдануға машықтандырады. Мәселе: сенің сүйікті түсің қандай? Бүгін ауа райы қалай? Деген секілді сұрақтар оқушылардың сөйлеу тілінің дамудағы сөздік қорын кеңейтеді. Бұл тілдік дағдылардың дамуынан басқа пәнді меңгеру барысында да үлкен рөл атқарады. Себебі ойды дұрыс жеткізу білу барлық білім саласына негіз. Қарапайым сұрақ коммуникативті дағдыларды дамуға да ерекше ықпал етеді.
Оқушыларға «Сен досыңмен не туралы сөйлестің?» деген сұрақ қойылғанда, ол өз ойын реттеп, жүйелі түрде жеткізуге тырысады. Мұндай сұрақ арқылы оқушылар логикалық ойлау, өз ойын түсініп әрі нақты жеткізу сияқты маңызды дағдыларын қалыптастырады. Коммуникативті дағдыларды дамуында балалар болашағы әлеуметтік өмірде кәсіби жолда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, қарапайым сұрақ оқушылардың арасында өзара қарым-қатынасын нығайтады. Сабақ барысында немесе топтық жұмыс кезінде мұғалім әр оқушыға жеке сұрақтар қойып, оларды бір-бірімен еркін пікір алмасуға мүмкіндік жасайды. Ондай әдіс балаларды бір-біріне деген сенім, достық қарым-қатынасын орнауға ықпал етеді. Бір-бірінің пікірін тыңдап, түсіне білу дағдыларын оқушылардың өзара сыйластыққа тәрбиелейді. Әңгімелеу барысында қарапайым сұрақта оқушылар өзін-өзі бағалау қабілетінде дамиды. Бүгін сабақта не ұнады? Бүгін қандай жаңа нәрсені үйрендің? Сияқты сұрақтар оқушылардың оқу процесінде сын көзбен қарауды үйретеді. Өз жетістігін саралап, алдағы уақытта қандай бағытта жұмыс істеу керектігін анықтап алу, тұрақтылық даму маңызды көрсете біледі. Қарапайым сұрақта оқушылардың шығармашылық қабілетін дамуға да мүмкіндік береді. Егер суретші болсаң, қандай сурет салар едің? Немесе болашақта қандай мамандықты таңдар едің деген сұрақтар балалардың қиялын ұштап, шығармашылық ойлауын дамытады. Бұндай сұрақтар балалардың ішкі әлеуметтін ашып, жаңа идеяларын ойлауын табуға ынталандырады. Шығармашылық қабілетін дамыту өмірлік түрлі жағдайларды тиімді шешімдерді қабылдау қабілетін қалыптастырады. Қорытындылай келгенде, бастауыш сынып оқушыларының әңгімелеу дағдысын дамуда қарапайым сұрақтарды жүйелі әрі мақсатта қолдану тиімді педагогикалық тәсілдердің бірі болып табылады. Бұл әдіс оқушылардың тілдік және коммуникативтік құзыреттілігін арттырып қана қоймай, олардың тұлғалық дамуына, өзіне деген сенімділігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ұсынылып отырған авторлық бағдарлама сынып мұғалімдері үшін практикалық маңызы жоғары, оқу үрдісінде қолдануға дайын әдістемелік құрал ретінде бағаланады және қазақ тіл сабағында әңгімелеу дағдыларын дамуға бағытталған жұмыстарды жүйелі мүмкіндік береді.